денсаулығы мықты дейді, гені таза дейді. Ойбай, генетикке барыңдар енді. Жоқ, қарапайымдылығы бір төбеде қойғанда, екінші келесі бір пункт жиі садақа беретін дейді, мысалға. Бәрі бір неге ғой, жылы жүрек десем болды ғой. Қарапайымдылыққа, сен айтып отқан садақанда, жаңағы менің туысқандарымды сыйлайтын да, ол бәрі кіреді. Жүректің жылулығы болу керек. Ол жүрегі жылы болса, саған да мейірімділігің төгеді. Тас жүрек адам емес. Жылы жүрек бір пункт болды ғой, ішіне бәрі кіреді. Қылмыс болғаны өзі төлейді, ремонт бәрі өзі істейді, продуктын өзі істейді. Сен не істейсің? Дина, мені неге жазып қойғансың деп отырсам, а? Апай продуктыны мен әкелемін мысалға, ше. Зачем оны күйеуіңді? Ұсақ өшір. Өшіремін. Жауапкершілік болу керек. Ол ертеңгі күні, ол сені алды ма, ол сенің аманатым ретінде қабылдап, ертеңгі күні өзінің ұрпағы, бала шағасы болғанда да бірінші кезекте соны мен асырайым, соны мен бағам, бірге жүреміз, өмірдің қиындықтарын бірге көреміз дейтіндей жауапкершілік маңызды болу керек. Ой, алты құндылықты жазып бер, болды. Удали. Дина, болды, қайтейін. Жолға мен оқи алмаймын. Қысқасы мына 50 пунктін бәрін өшіріп бітті. Естідіңіз ба? Жауапкершілік жоғары тұру керек махаббаттан да. Ол жауапкершілігі жоғары болса, махаббатына да жауапкершілігімен қарайтын болады. Мен бәрібір бірінші махаббатты қоямын деп мына жақта сыбырлап айтып отырсам. Бүйтеміз списогін бір жігітпен танысып списогін ашамын ғой. Жоқ, ол алтауы мида ғана тұрады ғой. Абай қалай, жылы жүрек деп бірінен. Сол негізі даже алтау емес, үшеу ғой. Абайдың ыстық қайрат, жылы жүрек, нұрлы ақыл айтыңызшы. Иә. Абай деп сол үшеуін қойып қойыңыз, болды. Осы төртінші сауатты деген болды. Жауапты, жауапкершілігі бар, сүйетін, жылы жүректі жігіт, сауатты. Осы 4 пунктқа келетін жігіт мен сен кетсем. Бағына ғана сен 50 пункт көрсең, бүкіл жігіт қашып кететін еді, сен қазір 4-тен нормально. Алтай емес, уже бір жақында дайындаламыз ғой тойға. Давай, сол үшін тағы бір. 6 күнде ма?